Жолдасым кредитке ата-анасын және өз кредитке ата-анасын және өзін Меккеге апарамын дейді. Кредитке бола ма? Жоқ, болмайды. Кредитке баруға болмайды. Уалейкум ассалам, Ұлықбек әке, қандайсыз? Түсімде Фатиха сүресін оқып жүрмін дейді. Жақсы бір үлкен жақсылық бір нәрсе бастайын деп жатсың, соны баста, ісіңе Құдай береке берсін. 2 жастан кейін де емізуге бола ма? Жоқ, жақсы емес. Жақсы емес. Енді харам деп айтатындар бар. Енді мен харам деп айтпай-ақ қояйын, бірақ ауыр жақсы емес. Қою керек. 2 жаста қою керек. 4-5 жасқа дейін сабақтан жүгіріп келіп, переменнің арасында жүгіріп келіп, тартып алып қашып кеткен, ол жақсы емес. Аяғым ауыр, қаза оразан ұстау керек пе? Кейін ұстайсың, босанып болғаннан кейін, баланы 2 жасқа дейін емізсең, содан кейін емізіп болғаннан кейін, аяқ қолын Құдай қаласа жинап бәрі орнына түскеннен кейін ұстайсың. Ол кезде ұстай алмайды, тағы да көтеріп қалсаң, тағы да осылай кете береді. Содан сөйтіп жүргенде тағы көтеріп қалсаң, тағы да сөйтіп бір 55 келгенше солай бола берсе, сол 55 келгеннен кейін аржағын көре жатасың, мүмкін Құдай кешіріп жіберер. Мен бүгін намаз бастадым, 2-ден бастап ұстаз, маша. Ай, құтты болсын, тамаша. Құдай жақсы көрген екен сені. Алла сені туралы алып келген екен. Аллаға мың шүкір. Енді бастаған қиын емес. Енді соны ұстап қалу керек. Бастау қиын емес, енді ұстап қалу қиын. Өйткені саған тисе бастайды. Намаз оқып қалдың, істеген бәлең бәрін білеміз, деп. Ана өз жақыннан сыналасың, басқа біреулер білмейді сені. Сол қасындағылар, білеміз сенді. Істемеген бәлелерің жоқ, осы орамал тағып алып тұрып, істемеген бәлелері жоқ деп қой. Оның қасында мен тазамын дейтіндерін талайын естисің. Аха деп қоясың өмір сүресің. Олармен боқтамайсың, оларды қарғамайсың, өліп қал, бүйтіп қал, сөйтіп қал демейсің. Деп қойып, күліп қойып өмір сүре бересің, болды. Заңды некедеміз, бірақ мешітте некеміз қиылмады, 3 баламыз бар. Әбетке ертең бір макарон қуырып қойыңыз, молданы шақырыңыз, молда келіп некесін қиып береді. Әбетте как раз бейсенбі күні үйіңізге ата бабаңызға Құран оқытады, бір сауап аласыз, молдаға садақа бересіз, тағы сауап аласыз. Содан некені походу қиясыз, 3 бөліп, сонымен бәрі орнына түседі. Мекеншіде неке қию міндетті ме? Айтыңызшы, жақсы болады, қию керек. Түсте теңіздің ортасында жүрсе, өмірдің ортасы деген сөз. Таң намазын ғана оқыса бола ма? Болады, бастай беріңіз. Түстеріңізді қалай есте сақтап қаласыздар? Мен ана приложением дайындалып жатыр, Құдай қаласа шығады, ертеңгіде сізге уведомление келіп тұрады. Бүгін қандай түс көрдіңіз дейді, соған жазып жібересіз, ана өзі чат GPT сияқты айландырып сізге жүріп беретін болады. Высокомерный адамдар қалай высокомерияден арылады. Высокомериядан арылудың ең жақсы жолы сәлемдесуді үйрен бірінші. Бәрімен амандаса бер. Жеңін келе ме? Бәрімен амандас. Ассаламағалейкум. Танысаң, танымасаң да амандасаң, бұл бір жақсы не болады? Бірінші қадам болады. Бір қыздан алатын қарызым бар еді дейді. Сол ақшаны бір мал садақа деп кешіріп жіберсем, садақа бергенмен бірдей бола ма? Алланың жолында бас аманшылыққа? Жоқ. Бұлай болады. Біреу саған қарыз. Сіз ол бере алмай жүр. Сізге тек қана сол қарызды ұзағына созып бере аласыз. Яки кешірдім деп айта аласыз. Бірақ сауап алу үшін қарлу хайрум минас садақа. Қарыз беру садақадан артық деген хадис бар. Қарыз беру садақадан артық. Қашан? Ең бірінші ниетпен. Мысалы, біреу келеді, ләззат сенен біреу қарызға ақша берші деп бір қыз сұрады, подружкаң. Сен бердің оған. Беретін кезде сенде ойыңда тұру керек. Егер бұл қарызды бере алмаса маған қайтарып, онда мен кешіріп жіберем деп заранее сенде ой болса, онда кешіріп жүрсең үлкен сауап аласың. Ал енді оны қинап бермегеннен кейін ең соңында бере алмайтынына көзің жетіп, садақа саған десең, садақ болмайды, сауап болмайды. Сен енді амалсыздықтан берсің. Егер онда сен аласың, ода сауап алғың келе ма? Сол анада қарызыңды аласың қайтарып, содан кейін барасың да мал сатып аласың да жағдай жоққа апарып бересің. Сол кезде сауап болады. Әкем арақ ішеді, 71 жаста дейді. Охо, не істесек болады, қандай жолы бар дейді. Бәрібір сіздің әкеңіз, басқа әке жоқ. Алақаныңызға салыңыз, ішетін әкені қадірлеңіздер, құрметтеңіздер. Ол сен намаз оқып кетсең де, әулие болсаң да, Меккеге 100 рет барып келсең де маған десең, бәрібір әке болады. Әкені қарттар үйіне өткізуге, әкені боқтауға түсінем, өте ауыр. Хазірет Омар айтпақшы, арақ, жасы келген, шашы ағарған адамға дейді,
Алла тағала тозақтың азабын беруге ұялады дейді. Ал енді тозақтың азабын беруге Құдай ұялса, онда шашыны ағарған адам, сақалы ағарған адам нағып күнә істегеннен ұялмайды деп Әзірет Омар айтқан сияқты, ол әкелік үкім орнынан түспейді ешкеннен. Әкелік үкімі, әкелік правасы басқа қатын алып алса түспейді. Кейбір балалар, қыздар сөйтіп жүргенде бар. Мамамызды предавать еттің деп папамен араласпай жауап бересіңдер сол үшін. Әке болып қалады, мама болып қалады, болды, разница жоқ. Сенің оның өміріне, шаруасына кіре алмайсың. Иә, оның ісі дұрыс емес болуы мүмкін, бірақ ол өз үшін өзі жауап береді. Ал енді арағын қалай қойдырасыз? Арақты қойдырудың ең жақын жолы, сіз оған дұға қыласыз. Жақсылап дұға қыласыз. Мас болып жатып қалса, көтеріп арқаңа салып күттіріп қоясың, құсқан болса құсқан төсегін жинайсың, бұтына жіберіп қойса бұтын жуасың, жақсылап тұрып апарып тұрып кигізіп көшеге салып жібересің. Ішіп келсе қайта солай қайталайсың. Бұл әке болады бәрібір. Ораза ұстаған адам туралы айтыңызшы дейді. Таңым бар, анау шақырмады, мынау шақырмады деп отырады ораза кезінде дейді. Ол тамақ ұстаған адам өзі ішіп жеп крутой болып жүреді. Менің алдымда сүмірейіп қалады. Сосын қарызымды кешірдім дей салдым 50 000 теңге. Жоқ, одан аласың. Одан қарызын аласың, садақа болмайды оған. Одан ақшаңды аласың, жәнін шығарып тұрып. Жәнін шығарып тұрып, милицияға беріп тұрып, видеоға түсіріп тұрып, бермесең аласың деп. Жанын шығарып тұрып аласың да, содан кейін сол 50 000-ды үйдің қасына молдаға апарып бересің. Молда екен, мә, мынаған дұға қылып қой дейсің. 50 000 теңге алған молда бұл дүниеден кеткенше саған дұға қылады. Ұстаз, балама үйге массаж жасайтын әйелді жалдап жүрмін. Бірақ ол әйел кеткеннен кейін үйде тыныштық болмайды. Бірімізбен ұрсып қаламыз дейді. Нағып? Әдемі келіншек пе не массаж істейтін? Күйеуің қарап, сен қарап, үйдегілердің бәрі қарап, ол да массаж істеп отыр, сен күйеуіңе қарап жатса, конечно, енді ұрсасың. Ұрыспақ түгілі жылысыптыңарсың, сол массаж қатымен ұрсасың еще. Ал егер сиқырлайтын болса, жаңағы бір теріс нәрсе үйрететін болса, онда жақсы емес. Онда жақсы емес. Ондай үйленгенімізге 22 жыл болды. Молда некемізді қимады. Қидыру міндетті ме? Міндетті ғой, қидырып алыңыз жаным. Мен түсімді біреу мені пышақтады. Өзімнен пышақтаған алып қайтадан біреуге лақтырдым. Өліп қалды дейді. Неге екен дейді. Ол тіл болады. Біреуменен жағаласқасын сен қыз. Біреумен ұрысқансың. Сол ұрысқан ол қателігін айтса да, өз кішкенесін түсінсе де, сен түсіне алмай, біреуді кешіре алмай жүрсің. Соның біреумен ұрысқан біреумен тілге келгесін, соны кешіре алмай жүрсің. Ол тастаған біреуге тыққаның, сол біреуге тастаған, ол жаңағы сен әлі өкпең ренішің кеткен жоқ, соны әрі қарай жамандап жүрсің деген сөз. Фатиха Ахлас сүресін оқимын тек әке-шешеме арнап дейді. Оқимын әке-шешеме болады, қабыл болсын, сауап болады. Қарыз кезде ломбардқа жүгінген дұрыс па? Жақсы емес, арам болады. Намазда ниет еткенде қазақша айта беруге бола ма? Мысалы, ақшам намазда ниет, бәріміз қазақша айтамыз, қазақпыз, қазақша айту керек. Әкем анамды ұрып өлтіріп қойды дейді. Ол үшін жауап береді, бәрібір дұға қыла бер жаным. Әкеңе дұға қылып қой, анаңа да дұға қылып қой. Енді қандай ахуал болды, ол күнә, әлбетте үлкен күнә істеді. Ол қазір өмірді артқа айландырса, ол оны істемеген болар еді. Сондықтан Алладан сұра жаным, қайырлы өмір берсін, әкеңді Құдай жарылқасын. Әкеңді келсе, әкең бар болса өмірде әкеңдей құрмет жаса, егер дүниеден өтіп кеткен болса, екеуіне де дұға қыла бер жаным. Сен екеуінің ортасына түспей ақ қой. 2 жас сырға салмай тұрып некесін қидыру керек пе? 2 жасқа сырға салмай тұрып некесін жоқ, сырға салады бірінші. Бұл біздің салтымыз. Сырғасын салады. Сырған еркек салмайды ғой, сырған жеңгелері кеп салады. Сондықтан неке бірінші, біз өзі дін мұсылманбыз, бірақ біздің салтымыз бар. Қазақ салтымен бірінші сырға салынады. Сөз байлау деген сөз. Екі тарап кездеседі, мәселелерін шешеді. Қазір жастар анау бірінші неке қиып алып жүргенде бар, тығылып өзінше молдаларға барып, левый молдаға барып, немесе мешітке барғандар неке қиып алып, дұрыс емес, арам болады. Бірінші біздің салтымыз жүреді. Бірінші жерде жаңа қазақтың салты, тілі, қазақтың тілін дұрыс бағаламай жүргендер, салты ол адасқанның адасқаны. Дұрыс емес ол. Бірінші 2 жастың ортасынан сырға салынады. Содан кейін барып орталасына мәміле болады, әңгіме болады, келісім болады, тойға дайындық болады. Керек десеңіз той болады. Егер шариғат бойынша салатын болсақ, екеуі бір-бірін көрмейтін той болған. Сол тойдың алдында, беташардың алдында, мүмкін беташардан кейін жаңағы некесін қияды, сонда дұрыс болады. Руқияны тазалану мақсаты кім оқу керек? Білетін адам оқу керек. Ата-ананы қай келді қажылыққа апара алады баласы? Қай баласы? 3 бала бар дейді.
қайсында ақша болса сол апарылады. Мәселе Меккеге апару емес. Меккеге апарып алып қан ішіп, мен сені апарып едім Меккеге деп міндет қылып, жеген желкелерін шығарып, жәнін жеп, басқа балаларына қарағанда қинағанша, лучше апармай ақ қой, айналайын, тыныштық беріңдер оған. Өз қанша өмір қалды, әке шешелеріңнің, ата анаңның жәнін жемей ақ қойыңдар. Ата ананың Меккеге апарам деп жүріп, сілкілеп жәнін алғанша, лучше жылы сөз сөйлеп, көңілін аулаңыздар. Сынық тісім бар еді, сол тісімді түсімде көріп атырман, досым қалған сындырып атыпты, не болады дейді. Өзі сынық тіс екен, өзі бітіпті, өзі. Соны уайымдай бергеннен түсіңе кірген де енді. Сол қысық енді, бұны былай жүріп береміз саған. Сынық тісіңмен Хазірет Омардың сөзі бар. Бұл хадис құдсиде де келеді. Мына тісіңді дейді, мүжіліп жартысы кетті дейді, тамақ жей беріп. Құдайға шүкір айт. Соның қадіріне жет дегенде сол тісті айтып келеді де, бұл жердегі мәселе сен сол тісіңменен жақсы, аузыңменен жақсы сөздерді сөйле деген мағынаға айтқан дұрыс болады. Музыка тыңдау харам ба? Жоқ дегенбіз. Музыканың музыкасы бар, екіге бөліп қараймыз.